Ұшқыш өмірін немен байланыстырасыз? Сіз Қазақстанға әжеңізбен келіпсіз, содан кейін Алматыдағы орта мектепті бітіріп, азаматтық авиация академиясына тапсырдыңыз. Осы шешімге қалай келдіңіз? Маған қатты ұнайды. Зеңгір аспан биігінде сан мың шақырымға ұшқанда қандай ойлар келеді? Әрине ондай сұрақтар қояды. Қорықпайсың ба дейді, қаншама кнопка бар, оның бәрін шынымен білесің ба дейді. Иә, олар басында қарсы болды, басқа мамандыққа түсуді ұсынды. Біз орысша сөйлеген кезде акцентпен сөйлейтінмін, және бәрі күлетін. Бірақ менің қоршаған ортам өте жақсы болды, группаластарым. Басында күлетін, одан кейін түзетіп береді. Ауылдың тірлігі енді басқаша ғой. Үйде сиыр болды, мал болды, картошка ектік деген сияқты. Мен негізі айтқым келетіні тартынбау керек, одан ұялмай, ерінбей сұрау керек информацияларды.